Мынау аулада өсетін бақшадағы роза гүлі бірақ түп. Осының түрі де әдемі, гүлі де үлкен. Соны көбейту мақсатында бүгін бұтақтарынан тамырландыруды жасайын деп тұрмын. Міне мына розаның шыбықтарын мынандай міне өткір құрылыс пышағыменен кесіп алу керек. Кесердің алдында бұл пышақты міндетті түрде спиртпен немесе жаңағы перекіспенен залалсыздандырып алған жөн. Міне мынандай спиртпенен міне перекіспенен залалсыздандырып барып кескен дұрыс. Өйткені кескен жерге қандай да бір микробтар, әйтпесе аурулардың бактериясы түскен жағдайда жаңағы кесіп алған шыбығымыз тамырланбай қарайып шіріп кетеді. Ал мына бұтақты алған кезде мына мәселен мына үш жапырақ шыққан жері тиімсіз болып есептеледі. Сондықтан мына кесіп алған бұтақтың 5 жапырақтан жоғары шыққан жерінен, мына қатайған жерінен алу керек. Бұтақтың қатайған жерінен алып, соны отырғызған дұрыс. Қазір кесіп аламыз осыдан. Бір бұтағын кесіп алдым міне. Енді осыдан ұзындығын 10-15 сантиметрге 1, 2, 3, 4 міне мәселен несі бар. Бүршік шығатын буындары, сол 4 буыннан кесіп алам. Қазір кесуді бастаймын. Негізі мына бұтақты алғанда мына екі бұтақтың атысқан мына ерінде мынандай екі бұтақтың ашыланған жерінен алған дұрыс дейді. Бірақ мен бұлайда түзу бұтақтардан да алып көрем. Қайсы дұрыс қабылдайды, соны тексеріп көреміз. Мынандай қылып кесіп алдым міне. Міне осылай міне 4 буыннан мына біреуін екі ашаланған жерден мына буынтағыменен бірнешеуін бұлай түзу бұтақтан алдым. Мына қиғаштап кесіп, мына бір жағын бас жағынан міне 2-3 жапырақ қалдырдым. Осылай жапырақтарын қалдырып, ұзындығы где-то 15 сантиметрдей, 12-15 сантиметрдің ұзындығында буынына байланысты 4 буыннан, 3 буыннан кесіп аламыз осылай. Енді осының мынау кәдімгі міне үйде өсетін алойдың жапырағы. Осы менен мына кесіп алған бұтақтардың мына кесілген жерлерін бұлай ысқылап, нағылып суландыру керек. Бұл алойдың жаңағы тамырландыруға, тез тамырлануға өте жақсы көмектеседі. Бұның құрамында неше түрлі микроэлементтер, бұның өте бай микроэлементтерге. Сондықтан бұл жаңағы тез тамырландыруға жақсы көмектеседі. Барлық кесіп алған бұтақтарды осылай өңдеп, содан кейін барып отырғызамыз. Мынау бүгін сентябрь айының 12-сі. Жылыжайдағы қиярдың бәрі өнім беріп болды. Сол жерге міне сентябрь айында жаңағы кесіп алған розаның бұтақтарын осы жерге отырғызам. Алдын ала дайындап қойған жер мұны. Осыған отырғызып, осыдан қандай жаңағы нәтиже береді. 1 ай, 1,5 айдың ішінде бұл тамырланып шығу керек. Соны сіздерге кейін тағы түсіріп көрсетемін. Қазір міне бұлай бір буынның ішіне қарай тамырға жерге кіргізіп отырғызамыз бұлай. Міне жан-жағын нығыздап бүйтіп таптап қоямыз. Жерге бір где-то 3-5 сантиметрге, 3-4 сантиметр жерге кіргіземіз. Осылай орналастырамыз.
Түбіне су құямыз. Өте көп емес. Аздап су құйып. Тең жағында қыздап қойып. Оның кейін үстіне мынандай пластик бутылкадан кесілген жартысын кигізіп қоямыз. Енді бұны күнде су құюдың қажеті жоқ. Просто ылғалдылығын тексеріп тұру керек. Мынаған жиналған мына жерге конденсатты шығару үшін мына бутылканың аузын ашып анда-санда 2 күнде бір, күніне бір рет қарап қойсаңыз да болады. Осылай ішіндегі жиналған конденсатты шығарып тұру керек, желдетіп. Онан кейін тамырланып шыққан кезде мен сіздерге тағы да сүріп көрсетемін. Бүгін қазан айының 24-і. Мен мына оразаның шыбықтарын қыркүйек айының басында отырғызғам. 2 айға жуық уақыт болды. Жапырақтары жақсы өсіп тұр. Енді осының тамыры қаншалықты өскенін, тамырланды ма, тамырланбады ма, соны сіздерге көрсетейін деп тұрмын. Міне ақырындап қазып шығарамыз бүйтіп. Мұның кейін міне мына топырақтарын түсіріп қарасақ, міне ағарған тамырлар пайда болған. Мына яғынан тамырлар пайда болған. Мына яғында мына қоңырдың бәрі тамырдың бастамасы. Осының бәрі мына түбі қарап тұрсаңыздар, тамырдың бастамалары шығып келе жатқан. Бұл енді көктемге дейін жақсы тамырланып кетеді. Көктем айында, майдан кейін, апрель, май, июнь айларында көшет қылып отырғызсақ болады жерге. Қазірге осылай тұра береді. Қыстай осылай қойып, бутылкамен қайтадан бастырып, үстінен жылылап, шөппен, шабылған шөптермен бастырып, жылылап қоямыз. Көктемде жерге көшет қылып отырғызамыз енді. Енді сіздерге осы тәсілменен күздің күні оразаның шыбықтарын тамырландыру ұнаған болса, каналға жазылып, ары қарайда басқа ағаштарды, гүлдерді тамырландыру, дәннен өсіру сияқты тәсілдерді көрсетіп тұрам. Соларды қызықтауларыңызға болады. Жазылып тіркелуді ұмытпаңыздар.